Министрлыгының 1963 ел 15 июне 210 ханлы карары буенча Сибай каласында педагогия училищесының мәктәп бүлеге ачыла. Директором назначили опытного педагога и руководителя, директора Тубинской школы номер 2 Мамбеткулова Бадри Мужавировича. Бәдри Мужавировна училищені кадрлармен тәмин итү өчен, уның материал-техник базасын ныгыту өчен бик күп көз салырга туры килә. Хәзер олы ихтирам белән сәхнәгә түренә РСФСРның аткарылган укытучысы, мәгариф ветераны, калабызның почетлы гражданины Хөснетдин Хайбулла улы Хәмидовны чакырабыз. Рәхим итегез. Қадірлі студенттар, оқытушылар, башқа қонақтар, сізді осы зор байрам менен қайнар құттықтаймын, алдағы күніңізге зор бақыт тілеймін. Мен Бадри Мужавирович білен 2 мәртебе сондай зор ұшырасуға ие болдым. Ең біріншісі 1951 жылда Тубиндің 2-ші орта мектебінде ол директор школайыны мен Темәс педучилищесінің шунан келіп, мұнда практика, государственный практика өтірге ол 2-ші мектепке келдім. Осы 2-ші мектепте шундай хайбет обстановка бар ені, обстановка қойылған ені, шундай матур кадрлар ішлейді, алар өздерінің мына оқып жүрген балалары шекелді етіп, хайбет етіп қаршы алдылар. Мына шул яғы менің хаманда мені көкіректе тұрады. Несін сөңкі алар екіге мына Фарида Гарифовна Бекбулатова, екінші Бадри Мужавирович Мамбеткулов, ана шулар бик яхшы етіп қаршы алып, мені ұлтыртып, иненен тума хорашып, қайдан туғаның, қайда келдің, кем бұлағың, әкейін кем, атайын кем, бүтін немәйін ұшайтып сұрашып, инкелі шул бізді танышу шунан башланып алып кетті. Тағыла неме айтмақ болам, оқу процесі анда бик шәп бара ені, бик шәп. Нейсін сөңкі оқытысыларды алар нық тұталар ені. Тәртіп бұду дегеннен мен көрмәдім. Шул вақытта дәріске ғұмрап келген оқытысыларды мен көрмәдім. Мына шундай күшті бір коллективті көрден баштандым. Артабан мен шында келген Сибайда Атырай районында әдірек ішәп кетірге тұра келді. Бұнда келіп Сибайда бірінші мектепте ішерге тұра келді. Шунан hún Гарановға ішке бардым. Шунан заведующий Гаранов етіп мені хайла қойдылар. Шул вақытта 1963 жылда Бадри Мужавирович ұлы тағыла келіп мені ұшырамды. Ол Министерство образования шунun қағыды білен бұнда педучилище ашу үшін келген кіші екен. Қостың манайынды біз келдік, әдір шында біргелеп ішерге тұра келер. Артаманда мұна ішін біләң бетінде, ана шында етіп юғары кемелде іште ұйыстырып ебәреге керек болар деп келіп үйлешіп отырды. Отырдыла, әдір анда бір немеле yok. Шул бір бет қағып, Мұстафина Фатима Хамидовна подпис еткен, başka bir nemele yok. Oşu қағыда başka şul aytayındı mına kustım, yok nemeli var etip kadir.
Ағабыт базы, айырде мектепті, айнеге училищен асып жіберілген, кемға таянырға, ашылай етіп, күрешіп алды. Біз анда бір ең бірінші экзаминарды, приемный экзамені, шуларды өткеріге болдық бірінші мектепте. Шулардың оқытушыларда анда күслігіне оқытушылар елді. Фарида Гарифовна, Надежда Ивановна, шулар келіп, Шуғайып Закирович, шулар келіп, Широкова Индаки Ивановна, Субханғұлова, Фарида, шул оқытушыларды егіп алып келіп, алардан әр біріне өздерінің класс бөлмелерін көрсетіп, мына адақтан меңе ауыр өтеймәхін, ошы класстарына есек алғанығы, шулай етіп бірінен ыздавайт етерге деп, шулай етіп өтігілерге өзінің әмірін берді. Мына шулай етіп бірінші экзаменға әдірлік шунdan башланды. Консультациялар бірінші мектепте башланды. Шунан бізге бит тұрыр қала керек, бізге бит ешергелі керек, тағала нендейдір бір бөлме керек болыр, оқу башында тағалағы нендейдір бір бөлме керек болырға тейіш деп үйретірмаз. Біз обращаться еттік Силаевқа, Владимир Александрович онда председатель горсоветіне, ол бана қазіргі горсоветтің зданияны, мына иткі зданияды, шунан үш бөлме берді. Үш бөлме. Ана бұл бізге әр уақытта үздігіде базығы болғанға текіліп, ошында құжабылап тұрағылық дейді. И шул да ятақ та болды, алардың учительскийлері болды, ана шулай етіп, бірінші училищені башлап ебердік, горный техникумда общежитиеғында. Ол общежитиеғында. Общежитие. Артаман ішлер барайынды, арығына етіп, ішлер алып кеттік. Кеткенден бұл бізге план берділер. Қайғы жерде училище болырға тиіш, қайғы жерде общежитие болырға тиіш. Ана шулда Силаевқа мен бір әдіреккілі дөрістірек болмаған бір сведение бердім. Ол сведение шол үнде, мына қазіргі екінші мәктеп, ол болырға тиешіне, мына қазіргі екінші мәктеп, болырға тиешіне педучилище. Оның іргәһендә общежитие болырға тиешіне. Шул дур бір кәртә белән кәртәлеп алырға тиешіне. Шуан мен аға қаршы келдім, как заведующий Горано, я айтам енді, вы пришли с меня заниматься етелер, что и не положено. Давайте, бана иткі зданияны берейік педучилищеге, әтегіне екесі мәктеп етіп, түгейік екесі мәктеп. Ана шулай етіп, біз орнын алыштырып қойдық. Мына бұл мен адақтан өйін еттім, дұрыс әйтмегенімді. Сөйкі бір әдірек тұрғандан, мені педучилище директор болып көшерге тұра білді. И ана шундай хал болып қойды. Мына Астынанда ол көрәгі дейтана мендей здание бүтіндемелері бар, ятағы яқын ғана бүтін условиялар анда қылдырылған дейіне. Шуан бұл банда көскәс, көсілгелі қиын қалдарынан көсілді бетінде, ертелін рұқсат етмей, дирегінге гайне ол заместитель министра образования, аны уговаривать етерге тура келді, менің өдердім какой-то бір самостоятельный коллективтен іштерге ой бар ені. Ошо педучилищеге сығырға ой бар ені. Шунан бұл Силаев әйттейінде только 6 мой труп дейді. Ана шулай етіп, билеп, каким-то образом
elektrik diyettir Başkentli Gimnastik Komiteті Korкиндің bölmesinde bir haybet etip hüleşkenden rıza buldular indi meni kösererge peduşilişige emeni orunga uyurga mantuktu. Nikolay Ivанович Mantuk meni orunga geldi. Badem Hoca'yı o vakitte sirleyini. Ol ederek gene bu hala yalıtıp ağırga tip aşkında bizler bilen sığırga tipen karar verdiler. Ol beni uga var etti. Ustan da yine başka bundan işlerlik kişi yok. Bana hem roşunda işleyecek. Bana ben beyge kitem anlaşlayıp bu in huydu başı unan sıktı. Şunan ben in birisi Piyagist'i Sovyet öpkerdim. Bana bunda dolduran okutuslarda bu hep bileler. Ben onlara ettim. Bir nimdeyde uzgariş bulma.